Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни қайталау есептері. Яғни біз бұған дейін функцияның экстрем нүктелерін табуды өткен болатынбыз. Енді қайталау есебіне тағы да бір мысал келтіріп кетейін. Мысалы, мынадай функция берілсін. f от x тең болады x-тің кубы минус x квадрат минус x минус 2 деген функция берілген болсын. Осының, яғни x максимум және минимум нүктелерін табу керекпіз. Ол неге тең болады? X минимум нүктелері. Осыны табу керекпіз. Ол үшін алдымен берілген функциядан туын табамыз. Яғни бізде f' от x ол тең болады. X кубтың туындысы ол бізде 3x-тің квадраты минус 2x минус 1. Содан кейін бірінші қадам болды. Екінші қадам функцияның туындысын нөлге теңестіреміз. Яғни f' от x тең болады нөлге. Сонда бізде 3x-тің квадраты минус 2x минус 1 тең болады нөлге болсын. Нөлге теңестіріп аламыз. Ары қаратай, осыдан дискомент квадраттың нөлді дискомент арқылы шешеміз. Сонда минус 2-нің квадраты минус 4 дискомент формасы бойынша көбейтілген минус 1 көбейтілген 3 болады. Ол тең болады. Минус 2-нің квадраты бізде 4-ке тең. Мына жерде минус бар, мына жерде минус бар. Екеуі қосылады. Көбейтілген кезде плюс кетеді. 4 көбейтілген кезде 12 болады. Сонда қосу 12, ол тең бар бізде 16 болады. Аратай, x1 тең болады. Мына жерде 16 дегеніміз ол 4-тің квадраты, яғни. Сондықтан x1 тең болады. Минус 2-нің жазып қоямыз. Алдында формулада минус бар, онымен плюс кетеді. Сонда плюс 2 болады, плюс 4 болады. Бөлінген 2 көбейтілген 3. Ол тең болады. 2-ге 4 қосқан кезде бізде 6 болады. 6-ны 6-ға бөлген кезде ол 1-ге тең болады. Екінші түбір x2 тең болады. 2 минус 4 бөлінген 6 болады. Ол тең болады. Бізде минус 2 бөлінген 6 болады. Ол тең болады минус 3-тен 1 болады. Енді түбірлерін таптық. Сан өсін сызамыз. Сосын, сан өсінен 1 деген түбірменен минус 3-тен 1 деген 2 түбір шықты. Бізде сол екімен саламыз. Минус 3-тен 1 және 1 деген түбір шықты. Сан өсін 3 аралыққа бөлеміз. 3 аралыққа бөлдік. Енді аратай. Берілген функцияның туындысын таптық мына жерде. Туындысы бізде ол мынандай болады. Яғни 3x квадрат минус 2x минус 1-ге тең болады. Енді осы жерден мына жердегі аралыққа бірден үлкен санды қоямыз. Яғни мысалы 2-ні алайық. 2-ні алатын болсақ, онда 2-нің квадраты 4 болады. 4 көбейтем 12 болады. 12-ден азайтамын, 2 көбейтілген 2 4 болады. Соны 12-ден 4 азайтқан кезде 8, одан 1 азайтқан кезде 7 болады. Яғни 7 дегеніміз оң сан болғандықтан біздер мына жерге плюс жазамыз. Ары қаратай, мына минус 3-тен 1 мен 1-дің арасында 0 деген сан бар, мына жерге қояйық. 3-ті 0-дің квадратына өткенде 0 болады. Минус 2 0-ге өткенде 0 болады. Минус 1-іміз, сонда минус 1 шығады. Сонда ол мына жердің таңбасы минус деген сөз. Ары қаратай, минус 1-ді алайық. Мына аралықта, яғни минус 1 деген сан бар. Немесе минус 2-ні де алуға. Мысалы, минус 1-ді алып көрейік. Минус 1-дің квадраты ол 1-ге тең болады. Оны 3-ге өткен кезде 3 болады. Минус 2-ні минус 1-ге өткен кезде ол плюс 2 болады. Сонда 3-ге 2 5 болады. 5-тен 1 азайтқан кезде ол 4 болады. Яғни ол таңбасы оң сан деген сөз. Енді интервалдағы туындының таңбасын анықтап алдық. Енді қараңыздар, мына жерде плюстан минусқа қарай өтіп тұр. Ары қаратай, мына жерде 1 деген түбірдің маңында ол минустан плюске қарай өтіп тұр. Яғни плюстан минусқа өтсе ол функцияның нүктесі x максимум деген сөз. Яғни x максимум бізде ол тең болып тұр минус 3-тен 1-ге. Аратай, келесі x минимум ол тең болып тұр бізде минустан
плюсқа өтіп тұр, сондықтан бізде ол 1-ге тең. Онда жауабымыз біздің осы. Осылайша шығарамыз. Енді балдар, сіздерге тапсырма осы сабақ бойынша келесі тапсырмаларды орындаймыз. Мына жерге қараңыз, тапсырма 110 бетте алгебра оқығанда, мысалы, Асқарова Несібелі 48-де 10 есеп, бірінші, үшіншісін шығарады. Абай Нұрайым 48-де 11 есептің бірінші, үшіншісін шығарады. Ахметова Жадыра 48-де 11-дің мысалы екіншісін және төртіншісін шығарады. Осылайша әр қайсыңызға барлығыңызға 2-2 есептен бердім. Осы есептерді шығарыңыздар.